Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Алмас Түгенбайұлы деген YouTube арнадан. Достар, мен Қазақ медико-биологиялық тамақтану мен оңалту ғылыми зерттеу институтының негізін қалаушысымын. Институт аясында қоғамға дұрыс тамақтану мәдениетін және дене белсенділігін насихаттаймыз. Сондай-ақ аурулардың алдын алу және аурулардан кейін оңалту саласында бизнесті дамытамыз. Бұдан басқа лимфодренаждық массаж, висцералдық массаж және басқа да массаж қызметтерін көрсетеміз. Сондай-ақ аурудың алдын алу үшін және аурудан кейін оңалту үшін әртүрлі медициналық микросфералардан жасалынған өнімдерді сатамыз. Олар қандың ағымын жақсартады, тамырлардағы қан ағымын жақсартады және капиллярлардағы микроциркуляцияны қалыпқа келтіреді. Медициналық тексеру нәтижелеріңізге қарап, аурулардың қалай пайда болу себептерін айтамыз және бұл ауруларды жұмсақ және дұрыс жою жолдарын айтамыз. Біздің экономикалық қызметімізден түсетін табыстар екіге бөлінетін болады. Табыстың бір бөлігі Қазақ медико-биологиялық тамақтану мен оңалту ғылыми зерттеу институтының дамуына жұмсалынады. Табыстың екінші бөлігі халықтық экономикалық инфрақұрылымының құрылысына жұмсалынады. Оның мақсаты біздің қоғамымыздың әлеуметтік, экономикалық, мәдени мәселелерін шешу. Біздің қоғамдың әлеуметтік, экономикалық, мәдени мәселелердің түбінде негізінде экономикалық мәселелер жатыр. Сондықтан бұлардың барлығын экономикалық деңгейде шешу керек және шешеміз де. Барлық қызметіміз қоғамға және қоршаған ортамызға пайдалы болады және нақты экономикамызды дамытқанға, тұрақтағанға ықпал етеді. Барлығын өзіміздің қолымызға алатын уақыт келді. Егер де біз барлығымыз бірігіп алдымызға мақсат, жоспар қойсақ және бұл мақсаттарға қарай жүретін болсақ, көшетін болсақ, онда біз қазіргіден де жақсы әрі бақытты өмір сүре аламыз. Тек қана қоғамдық, халықтық, экономикалық инфрақұрылымының жүйесін құру кез келген әлеуметтік даму мен прогреске шешуші күш бола алады. Сондықтан достар, егер де сіздер Қазақ медико-биологиялық тамақтану мен оңалту ғылыми зерттеу институтының кез келген товарын немесе қызметін сатып алатын болсаңыздар, онда сіздер өздеріңіздің әрекеттеріңізбен қоғамдық экономикалық инфрақұрылымын жүйесін құрғанға ықпал етесіздер, әрі өздеріңіздің денсаулықтарыңызға пайда әкелесіздер. Бір қарапайым нәрсені түсініңіздер, достар. Біздің барлығымызға экономиканың өнімдері қажет. Үй, квартира, көлік, киім, тамақ және басқа да көптеген товар мен қызметтер. Осының барлығы экономиканың өнімдері. Біз 30 жылдан бері өмір сүріп келе жатқан экономикалық жүйе қоғамдың көптеген қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайды. Себебі ол жекеменшікке негізделген және жекеменшіктің иесінің қажеттіліктерін ғана қанағаттандырады. Бұдан да басқа негізгі себептер көп, бірақ барлығын қазір айтқым келмейді. Көптеген шындықтарды айта жалықтық. Шындықты ешкім ұнатпайды. Шындықты айтып өзіміз жексұрын болдық. Оданша қолымыздан келгенше пайдалы істерді жасайық қоғамға, қоршаған ортамызға. Сондықтан қоғамдық, халықтық, экономикалық инфрақұрылымды жүйені құру бұл қазіргі күндің қажеттілігі. Егер де біз осының барлығын қазір істемесек, онда біздің айналамыздағы барлық адамдар кінәлі болады бізден басқа. Біз өзімізден кінә іздеуіміз керекпіз. Президенттен, биліктен және тағы да басқаларды кінәлай бермей. Және тағы да бір айтып кететін нәрсе бар. Егер де біз қоғамдық экономикалық инфрақұрылымды жасамасақ, жүйемізді жасамасақ, онда қасиетті орын бос болмайды демекші. Трансұлттық корпорациялар немесе жеке корпорациялар орынды басады. Халықты тағы да экономикалық тұрғыда құлдыққа салады және олардың еңбегінің өнімдерін өздеріне тағайындайды. Яғни ірі капитал халықты экономикалық мүдделерін қанағаттандыру үшін құрал ретінде қолданады.
немесе бұл да болмайды жақын арада. Себебі біз барлығымыз 21 ғасырда тұрып жатырмыз. Қазіргі кезде сату орындарымыз автоматтандырылып жатыр. Өндіріс орындарымыз роботтандырылып жатыр. Менің ойымша, қоғамдық мәселелердің барлығын қоғамдың өзі бірігіп тыныш шеше алады. Ол үшін осы мәселелердің барлығын әр адам дұрыс түсініп, өз-өзін ұйымдастырып, бірігуіміз керекпіз. Достар, сіздер мені түсінетін шығарсыз деп үміттенемін. Ал енді бүгінше осымен тоқтай тұрайық, және біздің сататын товарларға келейік. Ал енді медициналық микросхемалардан жасалынған өнімдерге қатысты Геннадий Малаховтың пікірін тыңдайық, және менен тағы да пайдалы қосымша ақпарат болады. Мен Геннадий Малаховпын, және варикоздық тамыр кеңею аурулар туралы айтқым келеді. Бір қарағанда бұл қарапайым ауру сияқты, және кейбір адамдар ойлайды, бұл маңызды емес деп. Шын мәнінде бұл организмде жаңа ғана дами бастаған аса қауіпті патогенді процестердің басталуы, аяқтарда жағымсыз косметикалық әсерлер пайда болуымен қатар ауырлық пайда болады. Адам уақытынан бұрын шаршайды, ақырында соңында бұның барлығы аяғына әсер етеді. Сонымен қатар варикозды тамырлар ептеп дамып өлімге де әкеледі. Тамырдан тромб, ұйып қалған қан үзіліп, ол жоғары көтеріліп, басқа да бір тамырды бітеп тастауы мүмкін. Мысалы, жүректің немесе мидың қан тамырларын бітеп тастауы мүмкін. Нәтижесінде инфаркт немесе инсульт болуы мүмкін. Керек пе сізге осындай ауру? Мен ойлаймын, жоқ деп. Мен сіздерге варикоздарға қарсы және басқа да көптеген ауруға қарсы медициналық микросфералардан жасалынған аппликаторды ұсынамын. Біздің артрейд деген аппликаторлардың негізгі жұмыс істейтін материалдары ол шыныдан жасалынған ортасы қуыс шариктер. Бұл шариктердің диаметрлері крахмалдың диаметрлерінен 1000 есе кішкентай. Олардың сырты кремниймен қапталған. Олардың сырты пішіні домалақ, ортасы қуыс болғандықтан жақсы әсер етеді. Денемізден шыққан инфрақызыл жарықпен жанатын жылуымыз микросфераларға кіріп, қайтадан көрсетіледі, денемізге қайтарылады. Жұмсақ жылу сезіледі. Осыған байланысты біздің ағзамызда мүшелер, тканьдар, клеткалар, жасушалар жылынады. Әрине, қан тамырларда ішіндегі тромбтар, ұйып қалған қан, олар да жылиды. Жылған соң ериді. Ұйып қалған қан, тромб еріп, ептеп термен, дәретпен немесе лимфа жүйесімен шығып кетеді. Нәтижесінде қан мен лимфа жүйесінің жасуша мен жасуша аралықтағы зат алмасу процестері жақсарады. Осылайша қан жүйесінің тамырларының қабырғалары серпінді болады, және тромб немесе ұйып қалған қан ептеп еріп, жан-жаққа шашылып, сорылып кетеді. Бұл технологияны 20 ғасырдың 60 жылдары кеңес өкіметінің ғалымдары ойлап тапқан. Және өте құпия технология болды. Тек қана арнайы әскерлер мен ғарыштық медицинада қолданған ноу-хау сіздерге де қолжетімді. Егер де техникалық терминдер мен әрекету механизм туралы сіздерге қарапайым тілмен айтатын болсақ, адамдың денесі барлық жері теріс зарядталынған. Дененің барлық бөлшектері теріс зарядталынған. Минус деген зарядқа ие. Соның ішінде қызыл қан түйіршіктердің молекулалары, эритроциттардың молекулалары теріс зарядқа ие. Минус деген зарядқа ие. Бірақ варикозды тамырлармен және басқа да аурумен ауырған кезде олар 10 зарядқа ие болады, немесе плюс деген зарядқа ие болады. Достар, осы жерде Геннадий Малаховты түзетеймін. Геннадий Малахов становится положительно заряженный дейді. Положительно заряженный болмайды, басқалай кішкене болады. Қан түйіршіктерінің, эритроциттердің молекулалары теріс зарядқа ие.
олар оң зарядқа ие кислородтың молекулаларымен кездеседі. Осы кезде олар бір-бірлеріне тартылады, сөйтіп жабысады. Екі түрлі полярлы молекулалар бір-бірімен кездескен кезде бір-біріне тартылады. Темір мен магнит жабысқандай жабысады. Осылайша екі түрлі зарядталынған эритроциттің молекулалары мен оттегінің молекулалары кездескен кезде 10 шақты, 100 шақты эритроциттердің молекулалары бір-бірлеріне жабысады. Ептеп қан қою болады. Зиянды факторлардың әсерінен, мысалы, қаланың ауасымен демалу, күнделікті көп мөлшерде термиялық өндірген тамақтарды және заводтардың, фабрикалардың зиянды өндірілген тамақ өнімдері мен сусындарды тұтынуы, барлық осы зиянды факторлар қаланың ауасы, күнделікті көп мөлшерде зиянды тамақтар мен сусындарды тұтынуы, осылардың барлығының молекулалары плюс деген зарядқа ие және тотығу потенциалдары бар. Адамдың ағзасын қышқылдандыратын қаланың ішіндегі жоғарғы вольттық кабельдер, электроприборлар, интернет, Wi-Fi, 5G осылардың барлығы ауаны иондағанға ықпал етеді. Біз демалатын ауаның молекулалары плюс деген зарядқа ие болып қалады. Осындай оң зарядқа ие оттегімен демалған кезде теріс зарядталынған эритроциттердің молекулалары оң зарядталынған оттегінің молекулаларымен кездескен кезде олар бір-бірлеріне тартылып жабысып қалады. Осылайша суреттегідей 10 шақты, 100 шақты эритроциттер бір-бірлеріне жабысады. Бұл қан тамырларында қан айналымының бұзылуына әкеледі және капиллярлардың ішінде микроциркуляцияның бұзылуына әкеледі. Адам ағзасындағы капиллярлардың диаметрі мөлшері бір немесе екі эритроциттай болады. Егер де эритроциттер осылай жабысып жатса, жасуша тұншығады, аш болады және қышқылдана бастайды. Осының барлығы қандың қою болуына, ластануына, ұйып қалуына, тромб болуына ықпал етеді. Термиялық өндірген тамақтар мен сусындарды немесе табиғи емес жасанды басқа зиянды тамақтар мен сусындарды тұтынған кезде молекулалары плюс деген зарядқа ие асқазан мен шекке түскен кезде ол жерде асқазан мен шектің ішкі қабырғалары минус деген зарядқа ие, минус деген зарядпен зарядталынған. Екі полярлы зарядталынған молекулалар кездескен кезде олар бір-бірлеріне тартылады, жабысады. Осыдан не асқазандың ас қорытпауы, шектің қатуы басталады. Асқазандың ас қорытпауы, шектің қатуы, өт қабындағы өттің шекке ақпауы, осының барлығы сілтілі шек ортасын қышқыл шек ортасына қаратай ығызады. Шектің ішкі ортасы қышқылданады. Шектің ішкі ортасы қышқылданып кетсе, ацидоз болып кетсе, онда ас дұрыс қорытылмайды. Бактерия, вирус, грибок, паразиттердің колониясы көбейеді. Қышқыл орта зиянды патогенді микрофлораның өмір сүруіне, көбеюіне қолайлы орта болып табылады. Қышқыл шек ортасында өмір сүріп жүрген бактериялар, вирустар, грибоктар, паразиттер эрозия, язва, свиштарды тудырады. Және осыдан кейін эрозия, язва, свиш болып тұрған жарланған жерлер арқылы қан жүйесіне патогенді зиянды микрофлоралардың өздері, бактерия, вирус, грибок, паразиттар, тамақтың қалдықтары және бұл қан жүйесіне енеді. Осының барлығы қандың тағы да қоюлануына, ластануына, ұйып қалуына, тромб болуына және басқа да көптеген ауруларды тууына ықпал етеді. Қазақ атамыз дәл айтқан, ауру астан, дау қарындастан деп.
яғни осы жоғарыдағы айтылып кеткен зиянды факторлардың барлығы эритроциттердің бір-бірлеріне жабысуына және теріс зарядталынған дененің басқа бөлшектерінің жабысуына ықпал етеді. Ары қаратай Геннадий Малаховтың айтқандары дұрыс, толықтай келісемін. Біз аппликаторды жабыстырған кезде шыны шарлардың теріс зарядтары болғандықтан олар өздеріне қаратай оң зарядталынған молекулаларды тартады. Нәтижесінде аппликаторлар қатады. Қан тамырларының қабырғалары серпінді болады. Қызыл қан түйіршіктері эритроциттар минус деген зарядтары бар. Плюс деген зарядқа ие молекулалардан босағаннан кейін бір-бірінен итеріліп, теріс зарядталынған молекулаларынан итеріліп, және қан тамырларының қабырғалары да теріс зарядталынған болғандықтан олардан да итеріліп, қан айналымын жақсартады. Қызыл қан түйіршіктері бос болғандықтан ағзамызда қан айналымы қалыпқа келеді. Яғни микросфералардың молекулалары теріс зарядқа ие болғандықтан олар өздеріне қаратай оң зарядқа ие молекулаларды тартады. Осылайша қызыл қан түйіршіктер эритроциттар теріс зарядталынған молекулаларға ие. Ептеп оң зарядталынған молекулалардан босайды. Босаған қызыл қан түйіршіктер теріс зарядталынған молекулалармен бір-бірлерінен итеріліп және қан тамырларының қабырғаларынан итеріліп, қан тамырларында қан айналымды және капиллярлық микроциркуляцияны қалыпқа келтіреді. Кезінде кеңес өкіметінің гематолог ғалымдары айтқан екен, барлық мүшелерге, ткандарға, жасушаларға қан ағымын қамтамасыз ету жеткілікті екен. Көптеген аурулар жоғалып кетеді екен. Өзіміз бекітеміз, біріншісін, екіншісін тартып қойыңыздар. Тығыз болу үшін микросфералар киімдің сыртынан да жұмыс істей береді. Сондықтан жалаңаш денеге кию міндетті түрде емес. Пижаманың үстіне де кие беруге болады. Қыстырдық, процесс кетті. Міндетті түрде дәрігерге қаралыңыздар. Варикоздан және басқа да көптеген ауру түрлерден құтылыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Медициналық микросфералардан жасалынған артрейд өнімдері тірек қимыл жүйесімен және сүйек байланыстыратын ткандардың барлық ауру түрлерінде көрсетілген. Яғни барлық жүйелік ауру түрлерінде иммундық, эндокриндік, тірек қимыл жүйе ауруларында, ас қорыту жүйесінің, репродуктивтік жүйесінің, жүрек тамыр жүйесінің, жүйке жүйесінің және басқа да көптеген жүйелік ауруларында медициналық микросфералардан жасалынған артрейд өнімдерінің бірінші санаттағы сапа сертификаты бар. 16 бұйымдарына медициналық микросфералардан жасалынған медициналық сапа сертификаты бар. Бірінші санаттағы дәріханаларда сатылмайтын, дәріханаларда қарсы көрсеткіштер бар және жанама әсерлері бар дәрі-дәрмектер ғана сатылады. Ал артрейд 16 бұйымдарында медициналық микросфералардан жасалынған ешқандай қарсы көрсеткіштер мен жанама әсерлері жоқ. Кез келген түрлі ауыр жарақаттардан кейін, операциялардан кейін, аурудан кейін қолдануға ұсынылады. Кез келген жаста, жаспен шектеу жоқ. Әсіресе қарт адамдарға қажет. Қан айналымын жақсартады. Достар, мен сіздерге осы артрейд өнімдерін күнделікті қолдануға ұсынамын. Бұған күнделікті қолданатын жеке гигиеналық құрал ретінде қарау керек. Себебі микросфералар біздің денемізді оң зарядқа ие молекулалардан, бос радикалдардан босатады, тазартады. Біз күнделікті шампуньмен, сабынмен, щеткамен, зубной пастамен қолданамыз. Сол сияқты микросфералармен де қолдану керек. Денсаулық керек болса, бұл қажеттілік болу керек. Достар, менің Алмас Дүкенбайұлы деген YouTube арнам бар. Сол YouTube арнамда мен медицинские микросферы, отзывы врачей, ученых и телеведущих деген ролик бар. Соны көріңіздер. Сонда дәрігерлер, ғалымдар барлығын нақты айтқан пайдасын.
егерде сатып алғыларыңыз келсе, онда маған WhatsApp-қа жазыңыздар. 8702 28 28 401 алмас. Осы видеоның астында сипаттамасында сайттың сілтемесі тұрады. Сол сілтемеге басып, сайтқа өтіңіздер. Сайттың ішінде артрейд өнімдері мен сипаттамасы тұрады. Және бағалары да болады. Өздеріңізге керектісін таңдап, тапсырыс жасаңыздар. Қазақстанның кез келген жеріне және әлемдің кез келген жеріне жеткіземіз. Европа болсын, Америка болсын, Азия болсын, Африка болсын, почта арқылы барлық жерге жібереміз. Достар, егер де сіздерге осы ақпарат пайдалы болса, аямай лайктарыңызды қойыңыздар. Және менің Алмас Дүкенбайұлы деген арнамды қолдап жіберіңіздер подпискаларыңызбен. Қоңыраушаны шыққан басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығатын роликтарды жіберіп алмау үшін. Пікірлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар. Маған сіздердің кері байланыстарыңыз өте маңызды. Кез келген жақсы әрекеттеріңіз мені сіздерге пайдалы ролик жасағанға ынталандырады. Сондықтан достар, әрқашанда бірге болайық. Бірге жақсы істерді жасайық. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.